Сәлем достар, бүгін мен сіздерге манна кашаны қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Сүтімізге аздаған сары майымызды, шекерімізді, шым тұзымызды саламыз. Мен бүгін 2 адамға арналған манна каша дайындаймын, сол себептен 3 қасық манна каша салдым. Астын баяу отқа қойып, араластырып тұрамыз. Тұзды қостым. Жақсылап араластырып тұрамыз. Асты жабысып қалмауы керек. Манна каша менің балаларымның сүйікті кашаларының бірі. Өте дәмді. Міне осылайша қасықпен қосқап тұрамыз. Кашамызды осылайша піскенше міндетті түрде қозғап тұрамыз. Асты жабысып қалмауы керек. Піскенін қалай білеміз? Қозғаған кезде кашамыз қоюлана түседі. Кашамыз осылайша қоюланып келе жатқан кезде астын өте жай қойып қосылған дұрыс. Біздің кашамыз қоюланып, дайын болуға жақын. Бұл манна кашаны қою қылып та, сәл сұйықтау қылып та жасасаңыздар болады. Мінекей, біздің кашамыз дайын болды. Ас болсын. Осындай дәмді кашамызды балаларымыз сүйсініп жеп алды. Сіздер де жасап көріңіздер. Рахмет барлықтарыңызға. Подписаться етіп, комментарий жазып, қолдау білдіре кетіңіздер. Рахмет.